Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен мерекелік дастарханға арналған тіске басарлар және тәтті торт Рафаэлло дайындайтын боламыз. Ең алдымен баялыдан тіске басар дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен екі баялымызды, яғни баклажанымызды жуып, осылай видеодағыдай турап аламыз. Тұз, ешнәрсе сеппейміз. Екі жұмыртқамызға сәл тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Кесіп алған баялымызды ең алдымен ұнға, артынан осы жұмыртқаға аунатамыз және панировочный сухариға аунатып аламыз. Қалғандарында дәл солай аунатып дайындап аламыз. Дайын болған баялыларымызды қызып тұрған майда екі жағын аударып, қуырып аламыз. Майымыз қатты қызбау керек және қатты баяу болмау керек. Орташа отта қуырып аламыз. Аударып, екінші жағын пісіреміз. Піскен баялымызды қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сонда артық майлары ағып сіңіп кетеді. Қалғандарында дәл солай пісіріп аламыз. Майонезға 2-3 тіс сарымсақ тұсақтап турап қосып араластырып дайындап аламыз. Қызанағымызды жуып, бәрін осылай дөңгелек қылып тураймыз. Баялымызға майонез жағамыз. Үстіне бір қызанағымызды қойып, майонезімізден жағып, тағы да баялыны қоямыз. Қалғандарында дәл солай дайындап аламыз. Ендігі кезекте Рафаэлло тортын дайындаймыз. 2 жұмыртқамызға 120 грамм құмшекер қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп алған соң, жақсылап араластырып, 300 грамм ұнымызды қосамыз. Оған 10 грамм разрыхлитель және 30 грамм сары май қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Илейтін қамырымыз сәл қолға жабысуы мүмкін. Мен осындай арнайы миксермен иледім. Сіздер қолмен илесеңіздер де болады. Дайын болған қамырымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Менің тортымның диаметрі 22 болады. Сіздер кішілеу қып жасайтын болсаңыздар, көбірек орыс шығады. Пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жұқалап жаямыз. Сәл жабысуы мүмкін, сәл ұннан сеуіп жайсаңыздар болады. Бірден кальциямен осылай өлшеп кесіп алуға кеңес беремін. Піскен соң кесетін болсаңыздар, корждарыңыз жарылып кетуі мүмкін. Осылай кесіп алған соң, дайын болған корждарымыз 180 градуста онымен пісіріп аламыз. Кремін дайындау үшін сотейникке 200 грамм ақ шоколад қосамыз. Оған 20%-ық 200 грамм қаймақ қосамыз. Бәрін баяу отқа қойып, жақсылап араластырып ерітеміз. Міндетті түрде оттың асты өте баяу болу қажет. Еріген соң суытып қойып қоямыз. 200 грамм творожный сырға 120 грамм сахарная пудра қосып, жақсылап миксерлейміз. Оған 250 грамм сливки қосамыз. Яғни глегей. Глегейіміз 33%-дан жоғары болу қажет. Бәрін жақсылап миксерлейміз. Біркелкі масса болып көтерілгенше миксерлеп аламыз. Оған салқындаған шоколадымызды қосып, бәрін және де жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған кремге 3 ас қасық кокосовый стружка қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Осындай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Креміміз дайын. Корждарымызды салқындады. Тортымызды кольцода жинайтын боламыз. Енді кезекте пропитка жасаймыз. Жылы сүтке 1 ас қасық құмшекер және 1 ас қасық кокосовая стружка қосып, жақсылап араластырамыз. Тортымыздың бетіне жағып аламыз. Сәл сіңген соң, осылай крем жағып жинаймыз. Қалғандарында тура осылай пропитка жасаймыз. Корждарды осылай теріс айландырып пропитка жасасаңыздар, жақсы сіңеді. Тағы да 3 ас қасықтан крем салып, осылай бір тегіс қылып жайып, қалған корждарымызды да дәл солай жинаймыз.
Ең соңғы коржды бетіне жаққан соң кольцомызды аламыз және де осылай бір тегіс қып жағамыз. Бетіне идеальный бір тегіс қылудың қажеті жоқ, себебі біз бетіне кокосовый стружка осылай сеуіп шығатын боламыз. Жан жағына да осылай жағып шығамыз. Артылғанын осындай кисточкамен түсіріп тастаймыз. Мен осындай Рафаэламен әдемдеуді жөн көрдім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әдемдесеңіздер болады. Өте дәмді торт дайындап көруге кеңес беремін. Ендігі кезекте чоко-пай дайындаймыз. Кеңірек ыдысымызға 6 жұмыртқаны ақ уызынан сарысына ажыратып аламыз. Ақ уызын аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Сары уызына құмшекер қосамыз. Құмшекермен де 6 қасық. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң үйме 2 ас қасық ұн қосамыз және үйме 5 қасық какао қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Ақ уызымыз аппақ болып көтерілді. Ақ уызымыздан 2-3 қасық қосып, жақсылап осылай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Тағы да 2-3 ас қасық салып, осылай араластырамыз. Араластырып болған соң, ақ уызымыздың үстіне салып, бәрін және де жақсылап араластырамыз. Мен осындай тік-төртбұрыш противеньда пісіретін боламын. Осындай покланның пергамент қағазын пайдаланамыз. Сіздер корждарыңызды торт сияқты дөңгелек қылып жинайтын болсаңыздар, кольцо пайдалансаңыздар болады. Мен осылай бірден противеньға пісіруді жөн көрдім. Бір тегіс қылып жайып, алдын ала қыстырған духовкада 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Мусын дайындаймыз. 5 грамм желатинға 30 мл су құямыз. Жақсылап араластырып бұқтырып қоямыз. Сотейникке 120 грамм құмшекер құямыз. Кішкене ванилин қосамыз. Және 30 мл су құямыз. Отқа қойып араластырып 1 минут қайнатамыз. Желатинімізді ерітіп ыдысымызға құйып аламыз. Қайнаған сиропымызды оттан аламыз. Ыстық күйінде бірден желатиніміздің үстіне құйып отырып араластырамыз. Үзбей араластырып отырамыз. Бәрін құйып алған соң, бірден үзбей миксерлейміз. Массамыз 2-3 есе көтерілу қажет. Бисквитімізді біркелкі қылып кесіп аламыз. Мен осындай тік-төртбұрыш қылып жасайтын боламын. Сіздер корждарыңызды 3 бөлікке бөліп жинасаңыздар болады. Мен осылай жинайтын болдым. Осындай созылмалы масса пайда болады. Корждарымызға міндетті түрде пропитка жасаймыз. Пропиткамен 50 мл су, 2 ас қасық құмшекер, бәрін жақсылап араластырып жағамыз. Муссовый массамызды осындай кондитерлік қалташаға салып, осылай жағып шығамыз. Міндетті түрде кондитерлік қалташаға салыңыздар, әйтпесе қолдарыңызға жабысады. Екінші коржымызды үстінен қойып, оны да жақсылап пропитка жасап шығамыз. Сонда корждарымыз жұмсақ, өте әдемі болып шығады. Дайындап көруге кеңес берем, балаларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Ендігі кезекте менне кішкентай чөберектер дайындайтын боламыз.
Ең алдымен тауықтың төс етін осылай тұздап, жақсылап маринадтап аламыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Бәрі жақсылап майлаймыз. Қара бұрыш, копченый паприка және куркума қосып, бәрі жақсылап жағып шығамыз. Дайын болған тауықтың төс еттерін 180 градуста духовкада 35-40 минут пісіріп аламыз. Қамырын дайындаймыз. 300 мл жылы суымызға жарты ас қасық тұз қосып, үстінен 600 грамм ұн қосылып, жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырымызды бетін жауып, 20-30 минут тындырып қоямыз. Тауығымыздың төс еті пісті, салқындатып қоямыз. Қамырымыз тынғанша жүзайымызды тазалап, жуып, сақтап тураймыз. Салқындаған тауықтың төс етінде сақтап тураймыз. Мен тауықтың төс етін көбірек пісірдім, басқа салаттарға пайдалануға. Сіздер жарты төс етін пісірсеңіз де жеткілікті болады. Артығымен пісірсеңіз де үйде балаларыңыз жеп қояды. Жүзайымызға қосып, сәл тұз қосып, сәл араластырып, екі ас қасық сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Тынған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, осылай дөңгелетіп, жұқалап жаямыз. Жұқалап жайған қамырымызды осындай дөңгелек қылып кесіп аламыз. Артығын жинап аламыз, оны да міндетті түрде пайдаланатын боламыз. Тура осы видеодағыдай жүзайымыз бен тауықтың төс етін салып, шет-шетін осындай шанышқымен бастырып шығамыз. Қалғандарында тура солай дайындап аламыз. Табамызға сұйық май құйып қыздырамыз. Қызған қызбағанын шпажкамен тексерсеңіздер болады. Қызған майымызға чеберектерімізді салып қуырамыз. Піскен чеберектерімізді қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сол кезде артық майлары сіңіп кетеді. Қалғандарында тура осылай қуырып аламыз. Чеберектеріміз әдемі, өте дәмді болып пісіп шықты. Менің арнамда бұдан да басқа Рамазанға, мерекелік дастарханға арналған рецепттер бар. Көріп көрсеңіздер болады. Рецепттерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.